Ата аялга жардам берген эркек эмес деп айтышат да көп. Буга кандай ойдосуз? Бұл ойға мен терс қараймын. Мен үшін баланы тапқан ене. Айтып атат Құран Кәрімде, ененің таманы бейіш ененің таманы деді отат. Анан ене баланы 9 ай içinde götürse, 9 ай sırtında götürse, erezege жеткізсе, мейірімін төгіп чоңайтса, анан кейін падиша bu, қарапайым диқан bu, ененің sütünü yiyip çoğuyat. Ene uyuk, ene uluk. Ошон үчүн аял деп кемсинтпестен аялга жардам бериш керек. Рахмат. Атам шакарап берди, мага жардам берип. Рахмат ата сизге.